Мүмкіндік подкастының тыңдармандарына сәлем. Әдеттегідей микрофон алдында Дана Маратова. Айта кетейік, бұл подкаст ерекше балаларға, олардың ата-аналары мен осы саладағы мамандарға арналған. Подкастымыздың бүгінгі эпизодында Даун синдромы туралы айтқымыз келеді. Бізге бұл тақырыпты толық ашу үшін бір емес, екі қонақ келіп отыр. Даун синдромы бар балалармен түрлі бағыттағы жобалар жасап жүрген оралдық Анель Қайырлықызы және Күн бала қоғамдық қорының логопед дефектолог маманы Жазира Бауыржанқызы қонақта. Анель, Жазира, қош келдіңіздер. Жалпы ерекше балалар туралы қазақ тіліндегі контентті дамытуға көмектесіп, бүгін біздің подкастымызға уақыт тапқандарыңыз үшін көп рахмет. Сәлеметсіздер ме? Көп рахмет. Сәлеметсіз бе? Рахмет. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының статистикасына қарасақ, әлемде әрбір 700-ші нәресте Даун синдромы диагнозымен өмірге келеді екен. Бір қызығы, бұл көрсеткіш әртүрлі елде, климаттық белдеулерде немесе әлеуметтік топтарда бірдей да көрсеткіші. Неге бұны айтып жатырмыз? Өйткені көп ата-аналар осындай синдроммен бала өмірге келгенде көбіне өзін немесе экологияны, гаджеттерді, білмеймін, әртүрлі нәрселерді кінәлап жатады да. Сондықтан осы дәрігерлер нәрестенің бір артық хромосомамен туылуына ешкімнің ата-анасының әсіресе кінәсі жоқ деп мәлімдейді. Жазира, жалпы осы хромосома санының ауытқуы бар адамдарда қандай ерекшеліктер болады, және біз жаңа жоғарыда айтып өткен ақпарат дұрыс па, осы туралы айтып берсеңіз. Я жаңа айта өткендегідей, Даун синдромы бұл генетикалық бұзылыс болып келеді. Яғни жаңа сіз айтқандай әдетте адамда 46 хромосома болса, Даун синдромы бар адамдарда 47 хромосома болады, яғни бір хромосоман артық болуынан. Даун синдромы бар адамдардың өзіне тән ұқсас қасиеттері, ерекшеліктері бар. Бірінші мен физикалық ерекшелігіне тоқтағым келеді. Ол бізде Даун синдромы бар адамдардың бет пішіні дөңгелек, көздері сәл сыңқы, және де мұрны жалпақ болып келеді. Және де қысқа мойын, жалпақ алақан, қысқа саусақтарымен ерекшеленеді. Және де екінші денсаулық мәселелеріне келетін болсам, Даун синдромы бар адамдарда туа бітті жүрек ақаулары болады. Яғни оларда есту қабілетімен мәселе болуы мүмкін, және де қалқанша безінің бұзылыстарында мәселе болады. Және Даун синдромы бар адамдарда адамдар ақпаратты баяу қабылдайды, және есте сақтау қабілеті шектеулі болады. Жазира ханым, жаңа айтып өттіңіз ғой, Даун синдромы бар адамдардың сыртқы ерекшеліктері айқын байқалады деп. Осындай сыртқы ерекшеліктеріне қарап, қоғамда олардың тіпті ақыл есі дұрыс емес деген сияқты стереотиптер бар да. Енді бұл көбіне ақпараттың жеткіліксіздігінен, стереотиптерден туындайтын сияқты. Даун синдромы бар адамдардың ақыл есі, ойлау жүйесі қандай болады? Ғылымда бұл туралы не айтылады? Сол туралы нақтылап бересіз бе? Жалпы Даун синдромы бар адамдар, олар мейірімді және ашық жарқын сезімтал болып келеді. Және де бұл Даун синдромы бар адамдарға дұрыс қолдау беріп, білім беріп және дамыту бағдарламалары арқылы өз мүмкіндіктерін барынша жүзеге асыруға болады. Көп жағдайда қоғамда белсенді өмір сүріп, әртүрлі салаларда жетістікке жете алады. Білуімізше, енді Даун синдромы емделмейді, бірақ жұқпайды, яғни қоғамға ешқандай қауіп төндірмейді ғой? Жоқ, ешқандай қауіп төндірмейді. Анель Қайырлықызы, бізде ерекше балаларға, атап айтсақ, осы Даун синдромы бар балаларға түрлі көмек көрсетіп жүрген адамдардың бірі. Анель, Даун синдромы бар адамдардың көпшілігі қабілетті, талантты болады және өздерін дамытуға қабілетті болады дейді. Көптеген осындай Даун синдромы бар адамдар өнерге, спортқа, немесе қолөнерге қызығушылық танытады дейді. Сені көптен бері бақылап жүрміз де, осы балаларға арналған бір спорттық шаралар ұйымдастырасың, футболға апарасың, тіпті сахнаға шығып бір қойылым көрсетіп, батыста тур жасағандарыңды көрдік. Осындай Даун синдромы бар адамдар үлкен жетістіктерге жете алады деген пікір қаншалықты рас, сенің тәжірибеңнен бірнеше мысал келтірсек?
Ең бірінші сәлеметсіздер ме? Енді сұраққа келетін болсақ, бұл балалар әрине ең бірінші олар есте сақтайды, көрсеткен кезде визуалды түрде сақтап алады. Әр нәрсені үйрету үшін бұл балаларға ең бірінші өздеріне көрсету керексің. Осы жерге тұрасың, осылай жасайсың, қолыңды осылай істейсің, көзіңді осылай етесің деген сияқты әртүрлі қимылды көрсетесің. Соны балалар жаттап алады. Және менің байқағанымша, әр бала, осы синдроммен дүниеге келген бала мәдениет жағына, өнер жағына ерекше қабілетті болып келеді. Негізінен қарап отырсақ, бұлар балалар жұмыстанған кезде бір нәрсеге фокусты қана қояды. Сондықтан да бір саладан мықты кәсіби болып шығады деп ойлаймын. Еш нәрсеге алаңдамайды, тек қана фокусы осы нәрседе. Жауапкершілікпен сезінеді. Қарап отыратын болсақ, негізі осы синдроммен дүниеге келген бүкіл әлемдегі адамдар, яғни табысты адамдар, барлығы өнер саласында екен. Көбінде актер, драматург, театр және кино актері, немесе суретші, мүсінші, дизайнер, әртүрлі мамандықтарды меңгерген. Мысалы, музыкант ретінде көбінде белгілі испандық актер бар, Пабло Пинеда деген. Оның өзі де мысалы актер ретінде танымал. Қай адамды қарап отырсақ та, осы диагнозбен туылған, яғни 47-ші хромосомамен туылған адамдар мәдениетке жақын болып келеді. Менің қазіргі таңда жұмыс жасайтын 15 балам бар. Біз инклюзивті театр ретінде жұмыс жасаймыз. Бұнда барлық балалар түрлі қойылымдарды сахналайды, билейді өздері. Мысалы, соло билейтін бар, бірге бірлесіп билейтіндер бар парамен, немесе барлығы бірге шығады. Одан бөлек пародиялар жасайды әртүрлі. Қазіргі таңда біздің репертуарымызда бір 7-8-10-ға жуық спектаклі бар. Мысалы, кез келген нәрсені жасауға болады балалармен, бірақ олармен жұмыс жасағанда олардың ең өздеріне ұнағаны, икемі келгені осы театр сахнасы болды, мәдениет болды. Сондықтан да біз осыған тоқталып, балаларды қазір өнер саласында дамытып жүрміз. Және үлкен жетістіктерге де жетіп келе жатыр. Өздерінің, яғни күн балаларының бір төлқұжаты десем де болады, Сұлтан Сулейман деген қойылымы бар. Осы қойылымдар арқылы қазіргі таңда балалар Ташкентке, Әзербайжан елдеріне, Баку қаласына, немесе Турция елдеріне, Грузия елдеріне жолдама ұтып алған болатын, түрлі халықаралық конкурстарға қатысып. Сондықтан бұл жерде ең бірінші баланы дамыту керек деп ойлаймын. Кез келген баланың қолынан жетістікке жету келеді. Жалпы жаңа Жазира ханым айтып өтті ғой, даун синдромы бар балалар өте нәзік, сезімтал, мейірімді болып келеді деп. Мұндай балалармен жұмыс істеу де негізі оңай емес та. Осындай синдромы бар балалармен жұмыс істеу үшін адам қандай дағдыларды меңгеру керек? Навык, скилл деп жатамыз ғой. Жалпы осы орайда сенің ерекше өмір жолың туралы да тыңдармандарымызға айтып берсек, сен бұл салаға қалай келдің? Ең бірінші мен дүниеге келген кезімде 4 айымнан бастап папам ауырған болатын. Содан кейін папам 4-5 жыл қатардан мүлде жүре алмады. Мен ешқашан папамның мені көтеріп ойнатқан есімде қалмаған, өйткені ол күні бойына төсекте жататын, ұзыннан папамның інілері, ағалары ғана ойнататын. Есімде қалғанда мен 4-5 жасқа келген кезде папам 2 таяқпен жүретін, яғни балдақпен. Сол кезде сыртқа шығып ойнайтынбыз. Ойнаған кезде папам соның өзінде де маған жақындамайтын, мені құлатып алам деп ойлайтын болған шығар. Кейін мені папам жүргеннен кейін, өзі аяғынан басып жүргеннен кейін 7 жасына дейін мойнына мінгізіп өсірді. Менің бойым өте ұзын болды, барлығы күлетін. Бірақ сол кезде ойлайтынмын, жаңағыдай жерге түсіп жүрсем, өзім папам тағы да жүрмей қалатын шығар деп, бір сол кездегі балалық ойларым шығар. Одан кейін мен 7 жасқа келген кезде папамның, яғни інісінің баласы дүниеге келді, яғни менің өзімнің інім ғой. Осы күн сәулелі інім дүниеге келді. Ол кезде мен 7 жастамын. Оның інім дүниеге келгенде 8 айлығында, яғни шала туылды. Інім туылғаннан кейін дәрігерлер бірден айтқан болатын, бұл бала диагнозбен туылып тұр, оның үстіне шала туылған бала, мүлде адам болмайды деді, бірден айтты. Біз ол кезде енді даун синдромы туралы ешқандай еш нәрсе білмегенбіз отбасымызбен. Бізге отказ жасаудың, немесе баланы қабылдамаудың түрлі жаңағы нәрселерді айтты отбасымызға. Бірақ келіспей әжем өзі қолхатын жазып інімді алып шыққан болатынбыз перзентханадан.
Сол кезден бастап біздің отбасымызда күн сәулелі баланы тәрбиеледік. Бірақ күн сәулелі баланы тәрбиелегенімізбен отбасымызда ешбір адам білген жоқ оның қандай екенін, қалай екенін. Жай ғана ол кісілер барлық немере жиендерімен бірдей қылып өсіре берген. Менің анам да, жеңгелерім де барлығымызды бірдей көрді. Бірақ әр балаға Алла тағала бізден де бөлек ерекше адамдарды жарататынын түсіндіріп айтқан болатын. Осындай болады. Алла тағала осылай жаратқан соң біз оларды ешқайсысын мазақтай алмаймыз, күле алмаймыз. Біз оларға көбірек көмектесуіміз керек деп әрқайсымызға түсіндіргеннен кейін менің санамда олар туралы бір ешқандай ауру деген нәрсе қалыптаспаған екен миымда. Одан кейін інімді бағу бір аса қиын болған жоқ, өйткені ата мен әжем бірге қарады, біз өзіміз бірге өсірдік. Оның үстіне үйде 3 келін бірге тұрғандықтан бірінен кейін бірі қарап, бізге інімнің бір сондай диагнозбен туылған ешқашан білінген жоқ. Бірге ойнадық, бірге өскен соң білінбеді ешқашан. Әрине, бірақ оны айту керек, олар кеш дамиды ғой. Кеш жүрді, кеш сөйледі, кеш тамақтанды, кеш отырды деген сияқты ол нәрселер болды. Бірақ қазір Аллаға шүкір інім анық сөйлейді, өзі жаңағы велосипед айдайды, бассейнде жүзгенді жақсы көреді. Кейде тіпті өзі ән айтады, ойынан шығарып, құрастырып, өзі көшеге шығып келеді, магазинге барып келеді. Бұл ойлаймын біздің баламен соншалықты жұмыс жасағанымыз және бұны дені сау бала ретінде көргеніміз деп ойлаймын. Сондықтан да бала өзіне ешқашан олай қоғамнан оқшау сезінбеген деп. Университет қабырғасына түскеннен кейін мен қашанда жаңағы Даун синдромы туралы маған қызық болды өте. Кішкентай кезімнен бұл синдромды түсіну үшін, медициналық терминдарды білу үшін көп кітап оқитынмын. Егер мен көп кітап оқысам, өте ақылды болам және бұл синдром туралы түсіне алам деген бір бала ойым болған. Солай мен кітап оқуға әдетімді қалыптастырып, кейін университет қабырғасына түскен кезде бұл балаларға көмектесе алу үшін қаншалықты өзім не істей алам деп өзімді іздей бастадым. Өйткені інім 18 жасқа толғаннан кейін оның еш жаққа бармайтынын, оның ешқандай досы болмайтынын мен білдім сол кезден. Сондықтан мен одан кейін Атырау қаласына көшіп келген болатынмын. Атырау қаласында оқыдым. 18 жасымнан бастап сол университет қабырғасында мәдениет басқармасына жұмысқа орналастым. Өйткені өзімді қалыптастыру керек болдым. Негізі мамандығым журналист болды. Ойым осы ерекше балалар туралы, түрлі диагноздар туралы қоғамды түсіндіргім келді, ақпараттандырғым келді. Өздеріңіз білесіздер, қандай да бір диагноз болса, кез келген адамның миында бұл ауру. Бұл қандай диагноз, қандай ерекшелігі бар екенін ешқайсысы ажырата алмайды. Сондықтан мен өзім ақпарат бергім келді. Мәдениет басқармасына орналасып, балаларға көмектесуге жол іздедім. Өзім волонтер болдым, түрлі жерлерде балалар үйіне барып көмектесетінмін. Одан кейін мәдениет басқармасында жүріп, әр жерден тәжірибе жинадым. Мысалы, балаларды бір жаққа апару үшін автобусты қай жерден аламын, өйткені бірнеше бала болады ғой. Оларға сыйлық алу үшін демеушілерді қайдан алу керек, қалай табу керек, қалай сөйлесу керек, ол үшін не істеу керек деген сияқты түрлі тәжірибелерді осы жақтан жүріп жинадым. 2017 жылдан бастап бейімделу орталығының балаларымен толықтай жұмыс жасадым, түрлі сборлар ашып, жаңағы аз қамтылған отбасылардың балаларына қысқы киімдер алып беріп жүретінмін. Қанша ситуацияларын өтіп жатырмын, оны қабылдаудың өзі қиын болды. Басында жұмыс басталған кезде 2-ақ бала болған, қазіргі таңда 15 балаға жетті саны. Түрлі әлеуметтік жобаларға қатысып отырдым. Іздеп жүргеннен кейін мен күн балаларына арналған арнайы әлеуметтік кофейня жасағым келді. Олардың енді аналарымен бірге жұмыс жасау керек қой. Балаларды қоғамның көзі үйренсін деп, балаларға бірінші оларды жұмыспен қамтығым келді, балалар ортада жүру үшін, адамдар көрсін деп. Екінші, оларды бағып отырады аналары күні бойы үйде, аналарын да жұмыспен қамтығым келді. Бірақ менің бұл салада мүлде тәжірибем болмады. Тәжірибем болмағандықтан осы салада ең бірінші өзім қызмет ету керек болдым. Бірақ маған өте қиын болды. Кейін менің қолымнан бұл нәрсе келмейтінін түсіндім ең бірінші. Өте қиын болды. Бірақ сол уақытта балаларды заң бойынша еңбекке қабілетсіз деп тапқан болатын. Яғни ешқандай жұмыс жасай алмайды және бұларды біз жұмысқа ала алмаймыз. Сондықтан бұл жобаны тоқтату керек болды. Сол кезде менің інімнің жасы уже 18-ден асқан болатын.
оқуын бітірді, арнайы оқып жатырған интернатынан оны шығарып тастады. Енді өздеріңіз білесіздер ғой, 18 жастан асқаннан кейін бұл балаларды еш жаққа алмайды, еш жерде қабылдамайды. Маған бұл уақыт одан сайын 2 есе жұмыс жасауға мүмкіндік берді. Өзімді жинауға, Астанада жүріп, әр демалыс сайын барлық жерден кейс іздедім. Олар үшін не жұмыс жасай аламын деп өзімді іздедім. Солай етіп жүрген кезде маған інім күн сайын хабарласатын. Сол кезде бұрын оқуда болған кезде мұғалімдері бар, жұмыс жасайтын, арнайы баратын жерлері бар, достары ортасы болды. Енді оның достары да жоқ. Күн сайын маған звондайды, маған хабарласады да, не істеп жатсың апатай деп сұрайды. Оның осы сөзін естіген сайын менің жүрегіме өте қатты бататын. Сондықтан маған өте қиын болды. Сол кезде не істеуім керек деп тағы іздеп бастадым. Сол кезде өзімді қатты эгоист сезініп кететінмін. Әлі еш нәрсе қолымнан келмей жатыр балалар үшін деп. Кейін балалармен осы күнге дейін біз театрға, сахнаға шығып жүрміз ғой. Жобаларды да түрлі жаңағы әкімдіктің деңгейінде қорғап, министрліктің деңгейінде қорғап, түрлі марапаттарға ие болған болатынбыз. Сол кезде түсіндім, балаларға инклюзивті театр ретінде жұмыс жасау керек екен. Жаңағы ең бірінші сыныптан гастрольдік сапарға шығу керек болды. Мен Астанада отырып дайындалып, онлайн түрде Ақтау қаласына ең бірінші гастрольдік сапарымызға шықтық. Көрермен қалай қабылдайды деген ой болды әрине. Бірақ өте керемет алып шықты балалар. Мен сахнаның артында тұрып, өйткені мен бұл балаларға бірге жұмыс жасаған соң, олар анық сөйлемейді ғой. Жүргізуші өзім болам, жаңа сценарийлерін өзім жасайын бірге. Балалар сахнада бір нәрсесін ұмытып қалса, арқасынан қағып тұрып, түсіндіріп, айтып жіберем, қолдау білдіріп тұрам. Сол кезде мен түсіндім балаларға осы нәрсенің керек екенін. Сондықтан әрі қарай инклюзивті театр ретінде жұмыс жасауымыз керек болды. Кейін келесі бір айдан кейін Орал қаласына бардық, одан кейін Атырау қаласында қойдық, әрбір концертті ұйымдастырдық. Өйткені қоғамның ең бірінші оларға көз үйрену керек болды. Және әр біздің жасап жатырған жұмысымызды өзіміздің әлеуметтік парақшамызда TikTok желісінде бөлістім. TikTok желісінде балалар өте көп танымал болып бастады. Ең көп қаралым 8 миллионның үстінде жинаған болатын. Одан кейін түрлі қалалардан хабарласып бастады, көп адамдардың қызығушылығы оянды. Басында алғашында неге барлығы бірдей, бір әкенің, бір ананың балалары ма, немесе барлығы бір заводтан шыққан ба, бір фабрикадан шыққан ба деп неше түрлі пікірлер жазатын. Кейін ол пікірлер қойылып, адамдардың көз үйреніп бастады, балаларға қолдау білдіріп бастады. Әр баланы басында түрі ұқсайды деп айыра алмайтын, кейін әр баланы аттарымен жаттап бастады. Ең бірінші менің ойымда осы болған болатын, жаңағы балаларды осылай қоғамға таныстыру керек болды. Сол мақсатым орындалып келе жатыр деп айта аламын. Және гастрольдік сапарларға шығу арқылы әр күн сәулелі бала тәрбиелеп отырған отбасыға, немесе анаға, осындай ерекше баланың да жарқын болашағы бар екен сендіргім келеді. Өйткені қаншама адамдармен сөйлесемін басқа қалаларда жүрген кезде, олар таң қалады. Жаңағы менің балам сөйлемейді, менің балам жаңа осылай емес деп. Мен айтамын, жаңағы баламен дұрыстап жұмыс жасасаңыз, бала анық сөйлейді. Бала тіпті осындай деңгейге дейін жете алады деп. Қазіргі таңда әрбір анаға бір үміт оты сыйланғандай. Олар да көріп, балаларымен қазіргі таңда түрлі жұмыстар жасап жатыр. Күніге бір 10-15 хат алатын шығармын. Баламызға осындай жұмыс жасап жатырмыз, осында апарып жатырмыз. Сіздер қашан келесіздер, біз концертке барғымыз келеді деп түрлі шақыртулар аламын. Одан кейін спорттық жарыстарға апарып жүрмін қазіргі таңда, өйткені балалар өскен сайын түрлі гормондар ойнайды. Жаңағы денесін спорттық қозғалыс болмаса, жаңағыдай тоғысып кетеді. Бірақ бұларды жаңағыдай порок сердце деген бар ғой, Жазира ханым айтқандай, порок сердце болғандықтан мен әр жаттығу кезін өзім қарап тұрамын. Және екіншіден өзім қарап тұратын себебім, қоғамдағы ерекше көзқарас деген әлі де басылмаған. Біздің балалардың біреуіне бір нәрсе деп қалады ма, олардың көңіліне тиіп кетеді ме, басқа адам қалай қарайды деп мен өзім тікелей қадағалап тұрамын ол жерде тұрып. Нәл, көп рахмет. Біз үнемі әлеуметтік желіде енді осы салада жүргеннен кейін бақылап жүреміз. Расымен
еңбегің ұшан теңіз және балаларың да күн өткен сайын ашылып келе жатқанын байқаймыз. Осы орайда жаңа Анель айтып өтті ғой, заң бойынша даун синдромы бар балалар еңбекке қабілетсіз деп танылды деп. Бірақ қоғамда оларға қолдау көрсетсек, дұрыс бағыттасақ, көп нәрсеге қол жеткізе алады, білім ала алады, жұмыс істей алады, тіпті отбасын құру мүмкіндігі бар деген нәрселер айтылады. Маман ретінде сіз не айта аласыз осы тақырыпта? Даун синдромы бар адамдар жалпы отбасын құра алады, бірақ ол өте сирек кездеседі. Білім алу, жұмыс істеуге қабілеттілігі жайында. Негізінен олар жұмыс жасай алады, өйткені әртүрлі әлеуметтік кофейнялар бар. Мысалы, Алматы қаласында Пресса деген кофейняда Тимур деген бала бариста болып жұмыс жасады. Мен осы күнге дейін әр баланы қай жақта қандай дауны бала бар, жаңағы қай жерде жұмыс жасап жатыр, мен өзім жүріп іздегенмін, қарағанмын. Сондықтан олар жұмыс жасай алады. Яғни Қазақстанда айтатын болсақ, мысалы енді шетелде мысалы заңгерлер бар, халықаралық дәрежеде жұмыс жасайтын, мұғалімдер бар, арнайы музыканттар бар, сабақ беретін. Сондықтан тіпті олар арнайы жаңағы педагог ретінде университет қабырғасында білім алған, сондықтан бұлар да білім ала алады. Өйткені бұларда бір ғана фокусты бір нәрсеге қояды, және соған фокус қойып алады да, содан мықты маман болмайынша балалар өздері қатты жауапкершілік сезінеді. Өйткені мен жұмыс барысында көремін ғой, қаншалықты балалар өз сахналық образдарын уайымдап алып шығатын, жаңағы видеодан қарайды, басқасын жасайды. Сондықтан бұл балалар жұмыс жасай алады, білім ала алады. Бұл балаларды кәдімгі сау балалардың арасында үйрету керек. Өйткені бұл ауру емес қой, қоғамда енді бұларда ауру деген түсінік қалыптасқан, және мектептерге қабылдамайды, инклюзивті кабинеттерде. Бірақ арнайы мысалы олармен жұмыс жасайын дейтін болсақ, Қазақстанда тьютор жоқ. Егер инклюзивті кабинеттерде балаларды оқыту керек болса, арнайы мамандар бірге отырып жұмыс жасау керек. Жай ғана мектептен кабинеттерді ашып қойып, осындай бала оқып жатыр деген санды көбейтпеу керек. Ең бірінші сапалы түрде балаға жұмыс жасау керек. Сондықтан бірінші осы нәрсені қолға алу керек деп ойлаймын. Өйткені баланың нәтижесін өзім көріп тұрмын, бірақ мамандар бізде тапшы өте. Негізі біз даун синдромы деп жалпылама айтқанның өзінде түрлері бар ғой, жаңағы қалыпты трисомия дейді, Робертсон транслокациясы, мозаицизм деген сияқты. Даун синдромының қай түріне жататынын қалай анықтауға болады? Жалпы баланың бойында, нәрестенің бойында даун синдромының алғашқы белгілері неше жастан бастап байқалады және қандай белгілер болуы мүмкін? Даун синдромының негізгі 3 себебі бар. Оның бірінші себебі ол бізде генетикалық өзгеріс. Яғни ол 21-ші хромосоманың дұрыс ажыратылмауынан келеді. Бұл ең көп тараған түрі болып есептелінеді. Ал екіншісі бізде ол транслокация. Ол хромосоманың бір бөлігі басқа хромосомаға қосылып кетеді. Ал үшіншісі бізде мозаицизм, бұл өте сирек кездеседі. Ол кейбір жасушаларда 47 хромосома болса, ал басқаларында 46 хромосома болады. Және де біз даун синдромын жүктілік кезінде скрининг тест арқылы анықтаймыз, немесе туылғаннан кейін физикалық белгілері арқылы анықталады. Әрине бұл жағдай кездейсоқ генетикалық мутацияның салдарынан болып келеді, және бұл ата-ананың өмір салтына немесе әрекетіне байланысты емес. Және де мен осы орайда ата-аналарға, синдром даунасы бар балалар тәрбиелеп отырған ата-аналарға кеңес бергім келеді. Ең алдымен балаңызды толық қабылдаңыз, оны басқалармен салыстырмаңыз. Себебі сіздің балаңыз ол қайталанбас тұлға. Және де оның керісінше күшті жақтарын байқап, оларды дамытуға көңіл бөлуіңіз керек. Және де бұл балаңызға өзіңіз сенімінді сезініп, және де өмірге бейімделуіне көмектесіңіз деп айтқым келеді. Синдром даунасы бар адамдар өте жаңа айтып кеттік қой, мейірімді, ашық, жарқын болып келеді. Олар әлемді олар көбінесе эмоция арқылы түсінеді. Олар біздің айтқан заттарды олар қабылдай алады. Бәріне мейіріммен, жылулықпен қарайды деп айтқым келеді.
иә, өйткені олар өте адал келеді, өте шыншыл келеді. Біз қазір 15 баламен жұмыс жасау арқылы әр баланың өздерінің жаңағы достарын тапты, орта қалыптастырды, бір-бірін өте қатты сағынып кездеседі. Жаңағыдай біз жаңа ұрсып айтып жатамыз ғой, балалар бір нәрсені жасамай жатса болмайды олай деп. Сонда ол менің досым, оған ұрыспа деп айтып тұрады. Өте қатты шаршайтын кездерім болады. Бір емес бірнеше балаға жеке-жеке подход жасау керек. Өте қатты шаршайтын кездерім болады. Бір емес бірнеше балаға жеке-жеке подход жасау керек. Сол кезде концерт аяқталады ғой, біз концерт қоямыз, концерт аяқталғаннан кейін жаңағы маған балалар келіп қасыма, бізде енді кейбір балалар орыс тілінде сөйлейді, қазақ тілінен қиналған соң ютубты қарап орыс тілінде шыққан тілдері спасибо тебе, я тебя люблю дейді. Мен қанша күн шаршап, қанша күн бойы ұйықтамаған, барлық шаршағанды сол сөзден кейін ұмытып кетем. Мені құшақтап жаңағы иығыма басын қояды. Мен қашанда қандай жұмысты жасайын, маған өте ауыр болып жатырғанын өздері сезетін сияқты көрінеді маған. Мен олардың басқа ешкімнен емес, сол балалардың өзінен аламын сол кезде алғысты. Қашанда айтып отырады, осы жерге барғанымыз маған ұнады, қашан барамыз, футболға бармаймыз ба деп бармай кетсе жаңағыдай сұрап отырады. Мен сол кезде өзімнің жасап жатырған жұмысымның қаншалықты өзіме ұнайтынын, қаншалықты балаларға керек екенін түсінемін. Қандай күшті, Анель. Күн сәулелі балалардың қоғамдағы орны, рөлі, тіпті миссиясы туралы өте әдемі айттың. Жазира, осы орайда Күн бала қоғамдық қорының қызметі туралы айтып өтсек, сіздер даун синдромы бар балаларға қандай қызмет түрін ұсынасыздар? Олармен жұмыс істеудің ерекшелігі неде? Жалпы біздің қордың миссиясына тоқтала кететін болсам, Қазақстандағы даун синдромы бар балалардың өмірін жақсарту және де даун синдромы бар балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға психологиялық және қоғамдық ақпараттық қолдау көрсету, даун синдромы бар балаларға түзету педагогикалық көмек көрсету және сондай-ақ әлеуметтік бейімделуіне және қоғамға араласуына жәрдемдесу болып келеді. Және де инклюзивті білім беру бағдарламаларын дамытуға үлес қосу болып табылады. Біздің осы мақсатта әртүрлі мекемелермен тығыз қарым-қатынас жасаймыз. Біздің жалпы қордың миссиясы осы болып келеді. Біздің орталыққа тек қана даун синдромы бар балалар ғана келеді. Анель, енді күн сәулелі балалардың алдағы жоспары қандай жаңалық күтеміз сіздерден? Күн сәулелі балалар бұйырса түрлі конкурстарға қатысуын жалғастырады. Енді осы жылы наурыз айында Өзбекстан еліне конкурсқа қатысуға барамыз. Одан кейін күн жылынғандықтан гастрольдік сапарларымызды жалғастырамыз басқа өңірлерде. Өйткені қысқы уақытта олармен гастрольге шығу өте жаңағы тәуекелді талап етеді. Олардың денсаулықтары, организмдері, иммунитеттері өте төмен болғандықтан ұзақ ауырады. Сондықтан түрлі жаңа жобаларды жасай береміз. Оның үстіне өткен жылдың аяғында Қасым-Жомарт Кемелұлының тапсырысымен өткізілетін тәуелсіздік ұрпақтары грантын жеңіп алған болатынбыз. Енді осы жылы 25-ші жылы сол жобаны жүзеге асырамыз. Сондықтан 25-ші жыл күн балалар үшін өте бір керемет жыл болады деп айта аламын. Құрметті Анель, Жазира, бүгін уақыт бөліп біздің подкастымызға қатысқандарыңызға көп рахмет. Жалпы бұл эпизод біздің тыңдармандарымызға өте пайдалы, сондай жаңа ақпаратқа толы болды деген үміттеміз. Сіздерге істеріңізге сәттілік тілейміз. Бұйырса күн сәулелі балалардан сондай шуақты жаңалықтар күтеміз. Рахмет көп-көп. Құрметті тыңдарман, мүмкіндік подкастының кезекті эпизоды даун синдромы туралы болды. Келесі эпизодта не тыңдағыңыз келеді? Біздің әлеуметтік желілердегі мүмкіндік подкаст атты парақшамызға жазылып, хат жазсаңыздар болады. Бастысы ұмытпайық, ерекше болу ол кемшілік емес, артықшылық. Біз осы жобамыз арқылы қоғамның осы артықшылықты қабылдауына мүмкіндік бергіміз келеді. Келесі эпизодта кездескенше сау болыңыздар.